Сәлем достар, біз бүгін үй жағдайында шакшука дайындайтын боламыз. Ол үшін 3 дана жұмыртқа, 2 тісші сарымсақ, 1 дана пияз, 1 дана болгар бұрышы және 3 дана қызанақ қажет болады. Ең алдымен табамызды отқа қойып, үстіне аздап сұйық майымызды құйып қызартамыз. Май қызғаннан кейін 1 дана пиязымызды осылай майдалап турап үстіне саламыз. Пиязымызды 1-2 минуттай қуырамыз. Одан соң үстіне 1 дана болгар бұрышын кубиктап турап үстіне саламыз. Осылай араластырып жібереміз де, бұны да 2-3 минуттай қуырамыз. Ол қуырылғанша біз қызанағымызды дайындап аламыз. Ол үшін қызанақтарымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Одан соң арнайы осылай үккіштен өткіземіз. Бұл жерде сіздер қызанақтарыңызды ет тартқыштан өткізіп, немесе блендерге езіп жүргенше осы әдісті қолданыңыздар. Бұл әдіс өте жылдам әрі сыртқы қабығы сыртта қалып қояды. Міне қарап отырсаңыздар, міне сыртқы қабығы осылай қалады. Барлық қызанағымызды осылай жасап аламыз. Әрі тез, әрі оңай. Міне барлық қызанағымызды жасап алдық. Енді болгар бұрышының үстіне саламыз. Араластырамыз. Кішкене 2-3 минуттай баяу отта бұқтыратын боламыз. Арасында 1-2 араластыруды ұмытпаңыздар. Одан соң 2 тісші сарымсағымызды осылай сарымсақ езгіштен өткізіп саламыз. Оны да араластырамыз. Одан соң 1 шай қасық шекер саламыз және жарты шай қасық тұз саламыз. Аздап қара бұрыш себеміз. Және осындай керемет дәм беретін орегано дәмдеу үшін қосамыз. Бұл міндетті емес. Қосып болған соң араластырамыз. Енді осындай кішкене ойықтар қалдырамыз да, сол ойықтардың үстіне жұмыртқамызды қосамыз. 3 дана жұмыртқамызды жарып қостық. Енді оттың астын барынша төмендетіп, бетін жауып, жұмыртқамыздың ағы піскенше ұстайтын боламыз. Міне біздің шакшукамыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Таңғы асқа өте әдемі кетеді. Видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларымда кездескенше. Астарыңыз дәмді болсын.